видеода біз мына видеомызды ақ қара қыламыз, черно-белый қыламыз. Ол үшін бізге керек 2-3 эффекттің көмегімен және де цветокоррекция, қарапайым цветокоррекция қолданбаймыз. Біз негізде тек қана түсті ғана ауыстырамыз. Ол мысалға біз мына видеоны осылай басталады. Бұл бізде үнсіз видео. Енді бұл видеоны біз қалай ақ қара қыламыз. Бірінші тәсілі эффектіда ProcAmp командасын қолданамыз. Негізде көріну үшін біз видеоны екіге бөлеміз. Сосын кейін ProcAmp эффектін қолданамыз. ProcAmp'та насыщение жүзді 0 қоямыз. Бізде осындай болып түсті ауысты. Бұл бірінші тәсілі. Екінші тәсілі бізде айталық бізге насыщенность 0 қоямыз. Мына видеомызда бізде түсі ауысады. Бұл ең қарапайым тәсілі. Ал үшінші тәсілі бізде коррекция цветом с контроль изображения черно-белый. Мына қазір тағы көшіреміз. Черно-белый. Мұны осындай оңай үш тәсілмен біз түсті ауыстыра аламыз. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Рахмет.